Гренни Слендринаны өлтіріп Анджелинаны қамап тастағанын білесің бе? Иә достар, бүгінгі видеода Гренниге қатысты фанаттардың шығарған 5 теориясын сіздерге айтып беретін боламын. Негізінде Греннидің өзінің отбасысы болған, бірақ та сол уақытта белгісіз бір ауру тарап, Гренни отбасымен бірге мутацияланған. Соның кесірінен олар психопат болып қалып, семьясымен бірге маньякқа айналған достар. Және де олар жыл сайын бір адамды ұстап келіп, оны өлтіріп отырған. Ал біздің ойындағы кейіпкер болса осылардың бір құрбаны болған. Сөйтіп біздің кейіпкерге 5 күн уақыт беріледі. Сол 5 күнде неше түрлі заттарды тауып, үйден қашып үлгеруіміз керек достар. Ал екінші теория қандай екен? Маған да қызық болып тұр. Бәріміз бірге тыңдайық достар. Ең басында Гренни деген жауыз маньяк әже болады. Олар жақсы тыныш өмір сүріп жатқан Анджелина мен Слендринаға келеді. Сөйтіп Гренни Слендринаны өлтіріп, Анджелинаны құпия бөлмеге қамап тастайды. Сөйтіп Гренни біз ойнайтын игрокты ұстап әкеледі. Сөйтіп ойын бағанағыдай басталып кете береді достар. Иә достар, бұл теорияны естігеннен кейін мен де таңғалып қалған болатын. Бірақ осындай да теория бар екен достар. Үшінші теорияға келсек, ең басында Слендрина деген Греннидің қызы болады. Ал сол уақытта Слендринаның туған күні жақындап қалған етін. Соған орай Гренни қызына сыйлық әпергісі келеді. Гренни Слендринаны өзімен бірге магазинге ертіп барады. Сөйтіп Слендрина өзіне ұнаған ойыншықты алады. Ол қандай ойыншық десеңіздер, ол біз білетін Тедди достар. Сөйтіп Слендрина өзі алған Тедди ойыншығымен ойнап жүреді. Бірақ ол ойыншық болмады достар. Сөйтіп Слендрина ойнап жүрген Тедди бұл қарғыс атқан ойыншық екен достар. Слендрина Теддиді ұстаған сайын ол ауырсынуды сезетін. Ақыр соңында ойыншықтың кесірінен Слендринада қарғысқа ұшырап ол да өліп кетеді достар. Ал Гренни болса бұл жағдайға мүлде шыдай алмай дүкендегі сатушыны үйіне ұстап әкеледі достар. Сөйтіп дүкендегі сатушыға айтады: "Мен саған 5 күн беремін. Осы үйден 5 күннің ішінде қашып кетуге тырыс. Ал егер сені ұстап алатын болсам, мен сені өлтіремін" дейді. Сөйтіп біз үйден 5 күннің ішінде қашуға әрекет жасаймыз достар. Төртінші теория қандай екен достар? Сіздер бұны естігеннен кейін шок болып қаласыздар. Біз ойнайтын игрок достар. Мүмкін Греннидің туысы болуы да мүмкін достар. Ең басында біздің игрок орманда адасып кетеді. Ол осылай келе жатып бір үйді көріп қалады. Және де ол Гренни әженің етін. Сөйтіп біздің басты кейіпкер сол үйге қарай бара жатады. Және де жан-жақтан бір дыбыстар естіліп бастайды. Біздің басты кейіпкер жан-жағына қарап абдырап тұрады. Содан кейін артына қараса Гренни шығып қалады. Сөйтіп ойын бағанағыдай қайтадан басталып кетеді. Негізі біз Греннидің немересі сияқтымыз. Ал сол Гренни әжеміз бізді 5 күнге өзінің үйіне қамап қояды достар. Гренни әжеміз адамдармен тұрудың орнына өзі жалғыз орманда тұруды шешкен сияқты достар. Гренни жайлы 5-ші теорияға да келдік достар. Бұл теория қандай болады екен достар? Гренни жайлы 5-ші теорияға келсек, көптеген фанаттардың айтуы бойынша біздің басты кейіпкер психопат болуы мүмкін достар. Иә достар, біз көріп жүрген Греннидің отбасы біздің басты кейіпкердің басындағы түсі болуы мүмкін достар. Иә достар, біздің басты кейіпкер психологиялық ауытқуы бар адам болып шығып, Гренни сияқты құбыжықтарды тек өзінің басында елестетіп жүр деген теория бар достар.